Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне біз Грузиядамыз. Өте керемет көліктер бар. Барлығын түсіріп қараймыз сіздің комментарияларыңыз бойынша. Енше каналға тіркелмегендер болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Инстаграм бар, тикток бар. Осы видеоның астына қоям. Барлығына өтіп тіркеліп кетіңіздер. Көптеген қызықты контенттер шығады, достар. Және Қазақстанға қаншаға жетеді, қалай жеткіземіз, толық түсіндіреміз. Енше бізбен бірге болыңыздар, достар. Кеттік, көліктерді қарайық. 70-тік ал, 2019 жылғы 20500, 2D5 SE комплектация. SE 19, негізі Қазақстанға 17, 18, 19, 20, 21-лер кіреді ғой. Просто 19 бен 20-ның арасындағы екеуінің разницасы растаможкада 1,5 миллион теңге ойнайды. Әдемі, қап-қара. Мыналардікі, мысалға кеше 70-тіктер кірді 20-шы жылға. Утиль сборсыз 1,600,000 теңге төлеп қойды. Утиль сборды енді шешілет майдың ішінде. 300 мыңға соскомопқа қондырыпты, 1,300,000 растаможка шығып тұр. Және негізінде 750 мың утиль сбор төлеу керек. Бірақ олың кәе төлетпей тұр, шешілгеннен кейін төлейді. Енді 19-дарға 1,5 миллион көп болады. Первичный регистрация 20-да 150 мың болса, 19-да 1,5 миллион болады. 20 мен 19-дың айырмашылығы осында просто. Кіргізе беру болады барлығында Қазақстанға. Мынау да 19, 18 кілең, 19 мың доллар. Мынау не 21-ші жылғы тұр екен. Бағасы 28.500 дейді. 2,5 объем. Өте қымбат негізі. 75-те екен. Мониторы жоғарысында тұр. SE комплектация. 28 мың доллар өте қымбат. Қоя береді ғой енді әркім. Өтпегесіне артынан түседі ғой жайлап. Енді минимальный повреждение сондай шығар. Ешқандай қатты зақым болмаған. Жүргені 7000 миль жүрген екен. Почти новый машина ғой. Осындай міне. Ал міне 20-шы жылғы 70-тік. Вин-кодын көрсетіп кетейін, тексеріп алыңыздар өздеріңіз. 22.500 дейді. 20-шы жылғы 2D5. Люк бар екен. Әдемі негізі 70-тіктер. Ішін қарай қандай комплектация. SE сияқты барлығы. SE көп болады нақты. Люгі бар бірақ. Люгі міне жоғарысында. Бұлар енді 20-шы жылғы жаңа атқандай үстіне 1,5 миллион қосылады. Мынау қазір 22 мың ба, мысалға 22.500-да. Бұл қазір 22-ге берді деп алайық. Бұны мынақа растаможка жасаудың қажеті жоқ. Транзитпен жібереміз. 23.500-ге Ақтауға жетеді. Болды, ар жағында растаможка 1,600,000 төлеп қоясыздар, сосын күтесіздер утиль сборды. Бұл көлік барам дегенше утиль сборда шешілетін шығар, енді майдың 5-інде деп еді. Алматыға да жеткізу болады, 1,900,000 доллар қосылады үстіне. 23.900-ге Алматыға жетеді осы көлік. Егер ұнаватса шығыңыздар, WhatsApp нөмірді қалдырып кетем. Телефон соғыңыздар. WhatsAppқа жазғаннан пайда жоқ. Қапталына защитасы бар екен, резинда. Астында юбкасы бар, парокты. Әдемі 70-тіктері. Елантыра өте жақсы жағдайда елантыра. Жылы 14, 1,8, 6 мың деп тұр. Минимальный повреждение. Кондер бәрі ұрып тұр, салон тап-таза, енді толық комплектация емес, бірақ. Минимальный повреждение. Бермей тұр ғой. 6600 дейді негізі, растаможкасымен. Өте жақсы жағдайда, бірақ енді. Неде мынау? Ақшасы жетпей тұр клиенттің. 600 доллар ақшасы жетпей тұр. Сындырып атырғы енді телефон сол. Бірақ енді сына қойса. Моторда әдемі істеп тұр. Ешқандай да
артық дыбыс жоқ. Hyundai Elantra тұр, 14-ші жылғы толық комплектация. Бірақ белый жемчуг цвета. Без растамашка 6500. 1.8 2014 жылғы. Бесключевой доступ, кожа, рожа, push-start. 6500, где-то 7500 ватта бұл деген енді. 7000-ға береді ол. Осындай толық комплектация Elantrалар қымбаттау жүреді негізінде. Elantra тағы да назарларыңызда. 8400 кейінгі шыққан кузов, 18 жылғы, екілік көлемде. Шимата, орташа комплектация. Жалпы шпаклевка жоқ, үстінде тексердік. Шимата салон, коробка автомат. Мынау жаңағы кузовтан кейінгі кузовтар, бұлар енді бағасы осындай көріп тұрғаныңыздай. Бұлар енді Ақтауға жетем дегенше үстіне 2600 қосылады. Есептей беріңіздер. 50 миль жүрген еще, 50 мың миль. 8-4 болса, мынау қызыл нөмір ол көріп тұрсыздар, болған тағы $1000 қосылады. 9-4 болады да, енді 9-дарға береді ғой. 9-ға бергенде 11.600-ге Ақтауға түседі. Енді қасында тағы қара түрі тұр. 7700 екен бұл, 103 мың жүрген, екілік, 17-ші жылғы бірақ. Бұның іші ақ. Сиденкелерге темекі түскен екен, тесіктері бар құрттай. Ау! Жалпы осы кузовтағы Elantrалардың бағалары. Sienna Toyota XL комплектация. 15-ші жылғы 3.5 көлемімен $20,000. Белый жемчуг. Жант тұр. Кожа салон, push-start, люк бар. Артқы парктрониктер бар. Комплектация XL. Қазір кілтін алып келсе, ішінде ашып көрсетем. 17-лік дөңгелектер тұр, 235-те 60. На капот жақта мынандай кішкене ұшқындар бар екен. Көріне ма? Бір жерлерде де қырттай. Бағасы $20,000. Sienna. Көбісі сұрайды осындай минивендар. Бұлар 20,000 болса, 22,600-ге жетеді енді, 15-ші жылғы. Қазақстанды қолға алатын болсаңыздар, негізі қымбат шығады бұлар уже. 4-5 миллион шығады үстіне. Міне, ішінде аштық. Ключ. Push-startпен. Мотор әдемі істеп тұр. $97 миль жүрген екен. Монитор. Кондер қосық бар екен қазір. Подогрев сиденье бар екен. Двухзонный климат-контроль, даже 3 зона ма. Двухзонный екен. Іштері ар жағында люк бар. Мына спортсон ба? Ішке енгені. Подогревтер жасап тұр. Ане әрқайсы әр түрлі ма? Қалай қалай? Ішін түсінбей атырып қой. Қосылып тұрады ғой. Задняя камера, да? Жасап бастады ма? Рульде жұмсақ қой кәдімгідей.
Достар, міне айдап көріп отыр Toyota Sienna. Лодка ғой, кәдімгі. 3,5 объем. 20 жылға. Шиқылдап тұр ғой. Байып тұр ғой. Лодка сияқты жүреді екен, тормозы да жақсы екен. Дрифтовать етейін деп жоқ қой мынаның. Гранаттары ше. Нағыз жанұялық көліктер ғой. Міне апарып көрейік енді. Есіктер тартқаннан ашылады. Орындықтарында енді мынандай пятнолар бар, құттай көріне ма? Артқы жақтары жалпы іші таза негізінде. Шпаклевка тексеретін қайда дәке? Мына жерлерінде бар екен негізі шпаклевка бар. Бірақ мынаның батарейкасын де ауыстыру керек негізі. Қай жерде бұлар? Мына жерден болған емес па? Осы жер ма? Осы жер істелген негізі. Дым да болмаған, тек құрттай тиген ғой. Өзін жасап жүрген. Дым көрінбейді, ішіне кір. Қараңғы жерге. Историясын көрсетейін. Үйбай. Көрінем ме, көрінбей ме? Құрттай сол жерде. Сол ма повреждение тек? Болды. Суға батқан емес па? Айырылып, дым olsun. 97 милли. Міне осы бір жерде шпаклевка бар, жаңа тексерген жерде. Қарашы, ватар емес па? Қазір. Опса. Көтер. Жоқ, тұрады. Основное повреждение сайт дейді. Кәдімгі дым болмаған ғой мына жігіттер. Қалған жерінде соғылмаған. Құрттай повреждение. Родной краска 140. Ешқандай жалпы повреждение болмаған. Историясында тек қана мына бір жер ол да жасалған. Осы жер жаңа көрсеткендей. Әдемі негізі, әдемі кселі Sienna. Ал құрметті көрермендер, міне гибрид RAV4 29500 20 жылғы 2.5 люк полный комплектация сияқты. 25250 дейді. 19 жылғы 20 жылғыларды түсірейікші барынша. Мынау міне 20 жылғы екен. 26241 мың. Осылар міне таза официальный түрде Қазақстанға жеткізуге болады. Растаможкалары где-то 2 миллион 300-дің шамасына шығады. Эле комплектация екен, 4 дөңгелек тебет. Ақ қара. Бұндай сызықшалармен. Мыналардың бағасын көрейік. Іштері матасы ғой барлықтары. Мынау да 19, 11 ай 19, 18 дейді. 19. Рунер қанша дейді. 20 жыл екен мыналарда. Транзитпен жіберу болады. 18 мың миль жүрген. 36.500. 4-тік 2020 жылы. SR5 деген комплектация екен. Кожа. Мультируль. Ақ кожа. Бұлғары.
Бұлардың енді көлеміне қарай, бұлардың растамошкасы көп болады. Аналар өткенде 2 миллион 300 емес. Бұларға уже 3 миллион ар жақ бер жағы болып қатса шамамен. Үстіне қосылатын. Бұлар енді транзитпен кетсе 1,5 мен Ақтау барады ке бағасын. Тағы бір қарап жүрейін. 36.500 дейді. Мысалы 36-ға бергенде де 37.500-ге уже Ақтауға барады. Біздің услугамен жолдың есептегенде. Сосын ар жағында тағы 3 миллионның ар жақ бер жағы қосылады. Сонымен есептей бересіздер. Ал мыналарды көрейік. 2021 жылғы дейтін. Жігіттер осындай көліктерді алып болады. Жылы таза. Сервей деген түрін таба алмай жүрік негізінде. Көбісі соны сұрайды. Мыналар 17.500 дейді бағасы. 21 жылғы 1.8 еще. Бұларды да ресми түрде Қазақстанға тіркеп алсаңыздар болады. Кроссовер. 2015 жылғы Сарента 103 мың миль жүрген. Белый жемчуг 13.700. Ал мынау қасындағысы 14.200 17 жылғы 2.4. Екеуі тұр екен. Бұлар да сол енді үстіне 2600 қосылып Ақтауға жетеді. Бұл сосын тағы да бұл жерде растамошка сыз тұр. Бұл бағалардың үстіне $1000 қосылады. Соның үстіне тағы 2600 қосылады. GDI мотор. Екеуінде де. Американдық нұсқаларда GDI болады көбісінде. Газ қондыру кішкене қиындау болады дейді. Газ қондыратын адамдарға осындай ақпарат. Subaru Forester кроссовер. Әдемі екен. Люк бар. 8800, 9800 деп ала беріңіздер. Ошақта растамошкасымен. 13 жылғы 2.5 көлем. Іші ақшыл, мата. Коробка автомат. Subaru Forestерлер қарап жүргендерге қызық. Әдемі түс екен, жасыл. Ашық жасыл. Достар, бұл 9800 ба, үстіне 2600 қосылып Ақтауға жетеді. Услугасы жеткізу барлығы. Қызықтырса хабарласыңдар. Мен 3,5-дық Camry сұрап жүргендерге. Объемы 3.5. 11200 дейді, 12 жылғы. Бұл без растамошка 11200. Бұл енді $12000 ғой. Осы жердегі бағасы $12000. 14600-ге Ақтауға жетейін деп тұр ғой. Есе комплектация. Іштері таза екен. Былай сыртыда тап-таза жанып тұр, ешқандай бір сырланып, шпаклевка жағылған жері көрінбейді. Әдемі. Есігінің мына бір жерінде бір құттай бір деңе бар екен, байқала ма? Басқа ешқандай ештеңе жоқ, әдемі. Титанкісінің өзі $1000 тұрады, почти $800. Міне 3,5-дық сұрап жүргендерге.